жүріп бірге өскен, қайдасыңдар достарым? Өздеріңді сағынып, еске түсіп жас шағым. Бірге ойнап бір жүрген, қайдасыңдар достарым? Кездесейік бәріміз, жиналып бір бастарым. Кездесейік бәріміз, жиналып бір бастарым. Мектептегі достарды көрмегелі қанша жыл, бас қосайық бәріміз, сырласайық шалқып бірге ойнап бір жүрген, қайдасыңдар достарым? Кездесейік бәріміз, жиналып бір бастарым. Кездесейік бәріміз, жиналып бір бастарым. жастық шағым бал дәурен, есте қалған мәңгілік. Ұмытылмас ешқашан, жүректерде жаңғырып. Бірге ойнап бір жүрген, қайдасыңдар достарым? Кездесейік бәріміз, жиналып бір бастарым. Бірге ойнап бір жүрген, қайдасыңдар достарым? Ақкерей орта мектебінің түлектері, 10-шы Б сынып түлектері. Онда келіңіздер класстастар. Тамаша, көрімет! Арыладым ауыл бақтарын, іздеп жүрдім бірақ таппадым. Әрбір үйдің бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Үйдің бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Ел көрмекші өрлеп тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды. Шашки кесе топырлайтын, сабақ десе ақылайтын, айналайын класстастарым. Тамаша! Мұғалім оқы дейді ғой, бірақ оны түсінбейді ғой. Ел десе топырлайтын, сабақ десе ақылайтын, айналайын класстастарым.
классистар, қош келдіңіздер. Қарамаңызға гүл бітсін. Бүгінгі той мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Бүгіннен бастап түлектер тек қана сіздерге айтарымыз, Алла бұйырса енді денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сиырларыңыз сүтті болсын. Келіндеріңіз жүкті болсын. Бүгінгі бас қосу 40 жылдық мереке құтты болсын. Бақытты болыңыздар, баянды болыңыздар. Міне кереметтей қаншама жыл өтіп жатыр. Өзендей өтіп жатқан өмір, сағаттай зұлып жатқан өмір дейді ғой. Міне 40 жылдыққа жетпеген классистарыңыз бар, жеткен классистарыңыз бар. Міне сондықтан бүгін керемет кеш, бүгінгі ақ дастархан, адал дастархан тек қана сіздер үшін арналған, тағы да мереке құтты болсын. Ең басты сіздерге мен тек қана тілерім, мәңгілік махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Тілеймін сіздерге тек қана сәттілік, жетелесін тәттілік, қысқа ғана ғұмырды сүріңіздерші тәтті қылып, қолдарыңыздан ептілік кетпесін, бойларыңыздан қазақ деген тектілік кетпесін. Ағайын кеш құтты болсын, мереке құтты болсын. Енді баршаңызды дастархан басынан шақырайық, батамызды алайық, керемет кешті бастайық. Сіздерге рұқсат болсын. Тамаша кеш тағы да классистар құтты болсын. Армандастар, құрдастар, замандастар, қарлығаштар мәңгі жасай берсін деп қояйық. Мереке құтты болсын тағы да. Жетті елдің ұрпағымыз, сондықтан бүгінгі дастарханымызға аумин деп батамызды алайық, керемет кешімізді бастайық. Батасын береті міне илахи аумин, көтерек білетті, Аллам қабілетсін тілекті, батамен ел көгерер, жауынмен жер көгер дейді. Міне қазақпыз ғой, қарайтұғын атасына, не жетеді қазақтың батасына дейді. Керемет кешімізді ашатын классистардың жасы үлкен, бір жағынан жол үлкен десек те болатын шығар. Қосай ағамыздан аумин деп дастарханға батамызды алайық. Керемет кешімізді бастайық. Аумин. Ер десең бата берейін, үстін болсын мерейін. Алақанды жайыңдар, ақ тілекті төгейін. Дастарханың мол болсын, пейілдерің кең болсын. Отбастарың аман, тыныштылық заман болсын. Уа жаратқан ием өмір бер, жақсылықтың төрін бер. Осы отырған құрбы құрдастарға бар жақсылықты тілегеннің бәрін бер. Аумин. Аумин. Тамаша, керемет. Мұна батадан кейін Қосайға Қаскелен қаласының мешітінің бас имам болсаңыз болды ма? Керемет аға. Рахмет. Ал. Кеш құтты болсын, қымбатты алпыстауыздар, мереке құтты болсын. Бүгінгі міне сіздер үшін жайылған дастарханымыз, адал дастарханымыз, ақ дастарханымыз міне бас қосу 40 жылдық тағы да мереке құтты болсын. Міне классистар аман болыңыздар. Қонақтар тамақтарын асай берсін, жүректерін мәңгі қашай берсін. 40 жылдық кездесуді жасап отырған 69-дар тағы да мәңгі жасай берсін деп қояйық. Берекелі мерекелі кешіміз көңілді болсын. Бүгін барлық проблеманың бәрін ұмытыңыздар, кредит бәрін ұмытыңыздар. Ең басты жақсылап тұрып бүгін кештен баршамыз демалып, керемет көңіл күймен баршамыз бірге демалып қайтайық. Кеш құтты болсын, астарыңыз тағы да дәмді болсын. Ал енді алып отырыңыздар, асқазанға салып отырыңыздар. 80 түрлі салаттан 90 түрлі сусыннан да бақыттың бал шарабынан баршамыздың енді күнде кездесе бермейсіздер. Сондықтан осы бір керемет кездесуде бүгін жақсылап естелікке суретке түсейік, ойнайық, күлейік, бүгін билейік. Кеш сіздердікі, астарыңыз дәмді болсын. Алып отырыңыздар. Енді бүгін кешіміздің бас асабасы мен өзімін, тамадасы да өзімін, әншісі де өзімін, бүгін Алла бұйыртса енді музыкант та өзімін. Мынау енді бүгін сіздердің бастарыңызға қосып отырған, мені осы кешке жалдап отырған мына Алмалбақ ауылының мен тұрғыным ғой, Киіздің жігітімін. Мен осы бүгін Дәурен ағамыздың көршісі боламын. Бір жағынан көрші ақысы пәңір ақысы дейді ғой. Сондықтан мен де бүгін Дәурен ағамның артынан келіп отырмын. Бүгін керемет кеште бірге атсалысайық, бірге өткізейік деп бұйыртса, енді осы бүгінгі 40 жылдық кездесу маған да бұйырсын, Алла бұйыртса жұғысты болсын деп қояйық. Қазақта жұғысты болсын деген сөз керемет қой. Сондықтан бұйырса осындай кешке біздер жете берейік. Астарыңыз дәмді болсын. Енді керемет кешімізді жақсы бір ән көңілдің ажар дейді. Әнді сүйсең менше сүй, көңілден кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Мынау кезінде өзіңмен арыстың бойында таныстым. Қызыңды маған бер шамшаға өзіңе қайта-қайта жабыстым деп айтқан екен. Қазақ вальсінің қаротанған шамшағымыздың керемет кешін әнінен бастайық. Қазақтың әндері жасай берсін, астарыңыз дәмді болсын. Сөзін білсек бірге қосылып шырқап отырайық.
ескі әндер, есті әндер, жүректен кетпейтін әндер сіздер үшін орындап берейін. Керемет кешімізді бастаймыз, одан кейін тілегімізді ақырындап бастаймыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне керемет самал жайдың үстінде табиғат аясында демалып қанекей алып отырыңыздар. Шамшағымыз келемеден сіздер үшін қандықта деді бірге шығып отырайық. Жаңа таныс жүзсек алғаш қайықта ұшқыр қиял кетті ауыз бұйырмашы айыпқа самал болай толған нұрған айдың шалқар көлеңетін сәулемені ойландырған сенің жарқын келбетің сәулемені ойландырған сенің жарқын келбетің жүзін нұрландырып тұрма сенің бейбарым сол бейнеңді тұрған күні су еріне қимадым есімді шымаған елесейін сеспе сол көзін сыңғырлаған сенің көргенің есте сол көзін сыңғырлаған сенің көргенің есте ашылғандай айдын көлде үлкен өмір есілді су бетінде қайық бейнең махаббаттың бесігі жылжымай осы күнге жыр толтыршы жаныма махаббаттың бесігінде рахмет, тамаша, қымбатты түлектер, махаббаттың бесігінде мәңгі тербеле беріңіздер. Бірақ енді мына вальсті көп билемеңіздер, бір-біріңізге бауыр басып қаласыздар қазір. Рахмет, кеш құтты болсын, тамаша, ал енді астарыңыз дәмді болсын. Мына енді алдарыңыздағы керемет бокалды енді ақырындап құйып отырайық, толтырып отырайық. Енді жақсы ниетімізді, жақсы тілегімізді ақырындап бастап отырайық. Мына кезінде біздің Төле би бабамыздан бір қария сұраған екен ғой. Ай Төле би, мына өмірде бала деген не, байлық деген не, бақыт не деп сұраған екен. Сонда біздің Төле би бабамыз шеше ғой, білесіздер, сөзге жүріп. Қария, бала деген артта қалғаныз, байлық деген қолда еріп тұрған мұз, бақыт деген ол ұзатылған қыз, бұл өмірдің қызығы сізбен біз деп жауап берген екенмін. Сондықтан Алла қаласа, құрметті түлектер, мына өмірде қана сыйласыңыздар, бірімізді құрметтейік, біріміздің қадірімізді білейік, бірімізді ең басты бағалайық. Ең басты қуанышты күндеріңіз, бақытты күндеріңіз көп болсын. Кеш құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын, тамаша. Енді керемет жақсы бір әдемі тілек басталсын, жақсы бір керемет тілегіміз бастайық. Сонау алыстан келген қымбатты жолы білек, жөні білек біздің ортаңызда отырған кластастарыңыз бар, сыныптастарыңыз бар. Міне сонау мектеп қабырғасында
бірге оқып, бір партада бір нанды бөлісіп жеп, бір ауылдың суын ішіп, тай құлындай тебісіп өскен достар қауым бар. Мынау кезінде айтушы еді ғой, мектебің мынау классың осында 10 жыл тұрасың деп. Қазіргі мынау оқушылар былай айтады, мектебің мынау классың осында 11 жыл тұрасың, иттей болып кіресің, биттей болып шығасың деп. Партаның бетін сызасың, қылмағанды қыласың, қыздардың шашын жұласың, бұзықтардың мұрнын бұзасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деп шырқап жүрген ғой. Сондықтан осылай классыздар, жаза беріңіздер. Енді ортаға мен әдемілеп списті алайын қолыма. Мына жақта музыка қосып отырамын. Мүмкіндік болса қолдарыңыздан билеп келіңіздер. Тілекке билеп шығайық классыздар. Бүгін кеш құтты болсын, тағы да сіздердің кештеріңіз. Сондықтан қолдан келгенше жақсылап билеп шықсаңыздар болады. Ал енді мен керемет жақсы тілегімді бастайын. Кешіміздің қадірмен қалауаттарымыздың бірі. Жолға қарамай, Алматының мына құбылалы ауа райына қарамай келіп отырған, сонау алыстан келген қонағымыз Етекбаев Ырыс ағамыз дейді. Сонау Бишкектен келіп отыр екен. Байназарова Нұргүл ханым сонау Ақтау дейді. Байқаладан келіп отыр екен. Байназарова Гүлмира ханымызды сонау біздің бас қаламыз Астана қаласынан келіп отырған түлектерді ортаға шақырайық. Келіңіздер ортаға, билеп шығыңыздар қымбатты түлектер. Алғашқы түлек басталды. Тамаша! Сағынып ұяқта болады. Тамаша! Ол кезде бәрі тәт еді. Ауылда көшенің заңы қатты еді. Емлеге ай бауырға жиналып жебірек топ болып далада алғасын жетті Қошемет соқпай алыстан келді басыстыра. көшедің қалған жолдары кешегі бос балаң әке болған шаққа жегілсек ғашықтық қайда келушек кешегі сұлу қарындас бүгін келіншек. Міне, тамаша. Әннің өзі айтқандай, кешегі бұзық бозбала дейді. Ырсаға бұрыс болдыңыз ба сіз? Бұзық болдыңыз ба? Бәрекелді. Бүгін әке болып отырсыз міне. Аллаға шүкір. Асқатау әкесіз, иә. Аға, супер келіншек міне бұл кісілер. Аллаға шүкір міне. Кешегі сұлу қарындастар супер келіншек деп жатырмыз міне. Ал, қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Жалпы Қаскелең қаласы қалай екен? Қарасай ауданы қалай екен? Ұнап жатыр ма? Табиғат ұнап жатыр ма? Тамаша, қош келдіңіздер. Енді керемет тілек сіздерден басталды. Мына енді кезінде айтқан ғой, шынымен мына жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп, қол бастау қиын ба деп. Сонда атам қазақ айтқан ғой міне, қол бастау қиын емес деп міне. Мына қолында жауынды қайтаратын ақ найзаң болса деген. Жол бастау қиын емес, астыңда мінген ақ босат атың болса, бұл бәрінен де ол сөз бастау қиын деген. Неге десеңіздер, тауып айтсаң береке қалады, тауып айтпасаң келеке қалады деп. Сондықтан мен керемет кешімізді жақсы ниетімізбен, жүрек жарты ыстық тілегімізбен бүгінгі кластастарға деген жақсы ниетімізді Алтаудай әппақ қардай ақ тілегімізді арнауға рұқсат. Мархабат, қош келдіңіздер. Ал енді кластастар мына Қостанайдың төрінде Қостанайда бірдеңе білдірген сияқтысыз ғой. Ал енді құрдастар мына отырымыз ұзағынан сүйіндірсін. Әрқашан езудерімізден күркі кетпей, басымыздан бағымыз кетпесін. Әрқашан ардастар қамса сіз бізді ортамызда сүйіміз кетпейміз, аман есен жүре берейік. Бәріңді көріп мен де бүгін қуанып отырмын. Нұргүл Гүлмираны бір көптен бері көрмеген. Мен Нұргүлді 20 жылдан бері көрген жоқ. 20-40 жыл болды. Түтәнова Гүлмираны тоже көрген жоқпын. Әрқашан жақсылық болсын, аман есен болайық. Немере сүйіп, шөбере сүйіп, солардың қызығына тоймай әрқашан ортамда сыйымыз болсын. Жақсылықта аман есен жүре берейік. Барлықтарың бақытты болыңдар. Құрметті сыныптастар, мына келген аяқтарыңа гүл бітсін, бәрімізді енді оны Алстанадан келіп жатыр деп күтіп жатсыңдар, рахмет.
Сендерді көргендеріме өте қуаныштымын. 20 жылдықта көргенбіз соңғы рет. Содан кейін кейбір класстастарды мен 40 жыл көрген жоқпын. Нұргүлді де 40 жыл көрген жоқпын. Тәнді де 40 жыл көрген жоқпыз. 11 класстың выпускной болғаннан кейін көрген жоқпын. Гүлназираны да көрген жоқпын. Көбісін көрген жоқпыз. Сондықтан барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Отбасыларың аман болсын. Жігіттер сендерге мыңда бір рахмет. Бізді өстіп құрметтеп, күтіп алып, осындай 40 жылдық ұйымдастырып жатқандарыңа рахмет. Барлықтарыңа отбасыларың аман болсын. Уже немере көбісің сүйген шығарсыңдар, немерені бағып отырған шығарсыңдар. Сол немеренің қызығын көріңдер. Енді келесі мені ұзатпай 20 жылдықтан 40 жылдыққа секірген сияқты 50 жылда да жасайық, 40-60 жылдыққа күтіп отырмай. Барлық 45-тен де айтамайым енді. Қанағат болу керек. 50-ге де кездесейік осы составпен. Барлықтарыңыз аман болсын, бастарыңыз бүтін, бауырларыңыз түгел болсын. Ал, құрметті сыныптастар, бүгін тұнау 1986 жылы бәріміз Ақтерек орта мектебінен түлеп болып ұшып, содан бері қаратайғы уақыттың жылдамдығы, өмірдің жылдамдығы 40 жыл өтіпті. Мен бүгін өзімді сол мектеп бітіргендегі күйде состоянияға түсіріп тұрмын. Кәдімгідей 40 жылға артқа өзімді лақтырып жүріп тұрмын. Өйткені бәріңізді 40 жыл көрген жоқпын. Жер шалғай, жаңағы ел алыс дегендей, өмірдің әрбір жағдайлары менен 20 жылдықта бола алмадым. Сондықтан бүгін сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Алла осы бүгінгі кездесуді ұйымдастырған біздің сыныптың ер азаматтарына мың алғыс. Ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер. Бүгін айтып отырмын ғой, тұнау 86 жылы кілең тұлымы желбіреген ақ бантик тағып, сол бір Ақтерек мектебінің ұясынан ұшқан қыз жігіттер бүгін үлкен, салиқалы, саналы, ата әже болған жасқа келген ер азаматтар болып отырсаңыздар да, көңіл баяғы 18. Сондықтан осы кешімізді жақсы өткізейік, өзіміз үшін сол балалыққа оралайық. Жаңаға айтады ғой, келгенше қонақ ұялады, келген сон, үйе ұялады, келген сон қонақ ұялады деп. Сондықтан ұялмай бір-бірімізбен кәдімгі сол бір балалық шаққа саяхат жасағандай болайық деп мен тілек айтамын. Сыныптың келіндеріне, мен күйеу бала деп айта алмаймын, бірақ сыныптың енді күйеу балалары ғой, өзімнің бауырларым олар. Сіздерге мың алғыс. Осындай поддержка беріп біздің азаматтарымызға, әсіресе мына сыныптың келіндеріне мың алғыс. Біздің ер азаматтарымызды қолдап, қолпаштап, соларға қолдау көрсетіп, осындай жақсы отырысты ұйымдастырып атқандарыңызға, көмектеріңізге мың алғыс. Ал қыздар, немере шөберек сүйейік. 50 жасқа келгенде осы жерге шөберемен келейік. Рахмет, бақытты болыңыздар, баянды болыңыздар, аспаңыздар, тамаша. Естірткенді суретке түсіп алайық. Әр тілектің артынан суретке түсіп отырыңыздар. Атаңнан бота сұрама, одан да бата сұра дейді, естірік бота сұра дейді. Кезінде аспаңыздар. Ыбырай Алтынсарин атамыз деп айтты, кел балалар. Дұрыс емес, фотоға түсейік деп айтқан болатын. Сондықтан фотоға түсіп тұрыңыздар. Рахмет, ғұмырлы болыңыздар, өрісті болыңыздар, бұйыртса ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Больницаға бармаңыздар, жаман укол алмаңыздар, системада салмаңыздар. Алла бұйыртса, 3 тілек Алла бұйыртса, Құдай бұйыртса, 50 жылдық кездесуден ауырып қалмаңыздар. Күндеріңіз шуақты, денсаулығыңыз тек қана қуатты болсын аға. Гүлденген әлем Алматыдан Ақтауға, Астанаға жалынды сәлем жолдап қояйық аға. Мереке құтты болсын тамаша. Мынадай кереметтер басталды. Алдарыңызда бақыттың басшыларынан қанекей баршамыз бірге көтеріп жақсылап алып қойсаңыздар болады тамаша қанекей. Баршамыз көтеріп алып қояйық. Кеш. Давай жолдастар алып қояйық. Тілектер. Если не дома твоим, прямо сейчас пусть будут эти с тобой будем. Он где мой
зачем же свою и действенную Ты хочешь найти мне таком кавалере Албанизар сонау алыстан келген түлектерді құрметті жақсы түлектер. Пора продолжать. Ойбай. Давай наливай Поговорим. Ішкен түлекке Қарасай ауданының әкімі 41.200 теңге беріп жатыр бұйырса. Тегін қайтпайсыздар, уайымдамаңыздар иә. Енді бірақ ішпейтін түлектерге қинау жоқ, ешкім бірақ қинамаймыз, рас иә? Дұрыс қой ақан. Әркім өзінің денсаулығына қарай алып отырса болады. Жалпы енді бұл арақ қазамызда харамда емес, тағамда емес, бірақ енді 69-дар бас қосқанда 100 грамм алып қойған жаман емес дейді түлектер. 100 грамм біз қылады, 200 грамм сіз қылады дейді ағалар. 300 грамм сізбен біз қылса, 400 грамм кемпірлерде қыз қылады дейді. Ол да рас. Сондықтан қанеге қолдан келгенше алып отырыңыздар. Іздегенде табылатын қасыңнан көңілі бар қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүрейді кім бар екен бала күнгі досыңнан жанбаса өстен болсын мерейі әрқашан жемісіңді көрейін сырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жырымызда бітпесін қос бұқағы себелеліп ағашты хабар көріп гүлімізді сағашты жол тапсақ та бірге жүріп соғады адассақ та бірге жүріп адасты шалмаса іздер басын мерейі әрқашан жеңісін көрейін сырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жанбаса өстен болсын мерейі әрқашан жеңісіңді көрейін сырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жырымызда бітпесін өмірімізді арқамызға жүк салып бәрімізді қиялдарға жұмсады хабар ұшқан құс бақсады әлде біз хабар жанған екі шаңға ұқсады жан болса өстен болсын мерейі әрқашан жеңісіңді көрейін сырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жырымызда бітпесін жан болсын өстен болсын мерейі әрқашан жеңісіңді
Дос көңілі ақ қардай, дос көңілі ақтаңдай, күнде мені қолтықтап бірге бара жатқандай. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті таба алмайды. Қазіргі танысқан достарың бұрынғы достарындай ешкім ешқашан бола алмайды дейді. Жан-жағыңды таспен қоршама, тек қана кластас достармен қорша дейді ғой міне. Ескі дос естен кетпес, жаңа дос қадіріңе жетпес қазақта. Сондықтан осындай мына достың да түр-түр болады екен ғой өз шынымен, иә. Сонау бала кезден бірге тайғұлай өскен досың болады, орта жолдан қосылған досың болады дейді. Бір досың бар дейді, мына қалтаңда ақша біткенше жүреді дейді. Бір досың бар дейді, мұрныңнан қан аққанша жүреді дейді. Бір досың бар, ол кеудеңнен жан кеткенше жүреді дейді. Мен өз басыммен достың қадірін қатты білемін, қатты бағалаймын. Мен өз басым ойлаймын, нағыз дос ол мектептен басталады деп ойлаймын. Бір парадан басталады, сыныптас ол өте ыстық, ерекше болады екен. Сондықтан осындай достықтарыңыз ажырамасын, тек қана махаббаттың кемесіне мәнді жүре беріңіздер. Өмір деген көлекен, жүзіп жүріп өтерсің, өмір деген шөлекен, зейнетке сонда жетесің. Алтыннан зәулім сарай салсаң да, бәрібір тастап кетесің. Бұл өмірді сыйласаң, мұратқа, мақсатқа сонда жетесің дейді. Сондықтан мақсаттарыңыз, мұратарыңыз жете беріңіздер. Мереке құтты болсын. Ұлдарыңыз ұлтты, қыздарыңыз құтты болсын. Бүгінгі 40 жылдық кездесу осы жерде жүрген жастарға жұғысты болсын деп қояйық. Мереке құтты болсын дағы, тамаша. Ал Хасан бұйырған үлкен асты енді қазағымыздың салт дәстүрімен үлкен асты залда қалдыртайық. Қазақтың сүйікті асын керемет еті дайын болды ғой. Сондықтан орта қалдыртайық, қолдақты. Қадамнан соң бітсін, тағы да кеш құтты болсын. Жеңіс ағамның биіне қарасам, 11-ші класс бітіргеннен сосын билемеген сияқты ғой немесе. Бейт саған қапсы ғой. Керемет, қош келдіңіз. Әзіл ғой жалпы дұрыс айтады, мынау айтады ғой. Қисылшыл жүрмеге жақсы дейді. Әзіл ойын күлмеге жақсы дейді. Сондықтан олтасы күліп тұрайық. Мына ауылдың барлық емі бұл би ғой, бимен күлкі. Жоқ, мен сіздерге шын айтайын дейді. Ешқандай дәрі көмектеспейді. Бүкіл аурудың емі бұл адамның көңіл күйі. Ең бірінші, мынау айтады, адам баласына 3 нәрсе қымбат бұл өмірде. Бірінші ол әрине өмір қымбат. Одан кейін патшадай көңіл қымбат дейді. Одан кейін мынау қазір зулап жатқан алтындай уақыт қымбат. Сондықтан ең алдымен сіздерге алғысымды білдіремін. Осындай уақыттарыңызды арнап келгендеріңізге міне кластастардың алдына міне сағынысып келгендеріңізге рахмет. Ең басында көрісіп жатсыздар бүгін. Сағыныштарыңызды басасыздар, бұйыртса қазір фотоға түсеміз. Ең алдымен жақсы керемет тілегімізді бастайық. Енді қазақта сөз бар, арпа ішінде бір биде дейді. Жеңіс аға, өзіңізді жақсы тілекті бастайық. Одан кейін әпкелеріміз тілекті жалғастырып берсін. Ал құрметті кластастарым, мына бүгінге қосылып жатқан 40 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Не айтамыз, барлықтарыңа тілейтінім тек қана жақсылық, денсаулық. Әрқашанда өстіп, бір-бірімізді ең көтеріп жүрейік өстіп, ұмытпай. Ең қымбат кезіміз болса балалық шақ қой, ұмыталмаймыз. Кішкентай кезімізден мысалы 7 жасымыздан барып мектепте. Содан бері ойнап көріп, неше түрлі қызықтар өтті. Кейде бір есіңе алсаң, қызық. Соны ойлайсың, мұны қазір бәрімізде ата болып отырмыз. Екеуміздікі легенда ғой, кітап жазуға болады. Сонымен не айтам енді. Әрқашанда өстіп, жолымыз жазылмасын. Қуанышымызды бірге бөлісіп, тойдарымызды бірге бөлісіп, әрқашанда қуанышта недер кездесіп жүре берейік дәуке. Міне, бірінші осы ұйымдастырып отқан, осы ең басты нелері Дәуренмен біздің қоса енді. Біз мында сырттамыз, әйтеуір духовно былай поддержка беріп жатырмыз. Қосай, Сәбит бар, қалалықтар. Не айтамыз, әрқашанда денсаулық тілеймін сендерге. Балаларыңның қызықтарын көре беріңіздер, немерелеріңізді көріп, олардың қызықтарын көріп шөбере сүйіңіздер. Бәрімізге Құдай Алла Тағала соны жазсын. Тек қана жақсылықта, денсаулықта, тойда кездесіп, жақсылық немізді, тойымызды бөлісіп, аман-есен шапқылап жүре берейік. Мұны, сол мен тілерім. Рахмет. Тағы да қандай кеңес бересіз?
сыныптастарым, класстастарым, жандарым, 40 жыл көрмеген класстастарым, қандастарым, соғыске бірге барып, бірге қайтқан жандарым менің. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Не деймін, толқып тұрмыз бүгін. 40 жыл көрмеген қыздарды көріп жатырмыз. Ана 90 ауыз сөздің 9-дай түйін, мен көп сөйлегенде білмеймін онша. Айтатыным, қыздарға, келіндерге рахмет. Күйеулерін оқтай қылып тұрып әкеп біздің алдымызға иіп, бастарыңды сәлем береміз сендерге. Не деймін, Дәуренге бірінші, Қосайға, Сәбит, Қанат бауырыма рахмет жандарым, жастарым ұзақ болсын, ешқандай жаманшылық көрмеңдер. Бізді сыйласаңдар, сендерді Құдай сыйласын. Саматқа да рахмет, бүгін бізбен бірге шыққанға. Қол ұстасып, құшақтасып шықтық. Ал не деймін енді? Енді мен бір кішкене ғана бір өлең айтып кетейін, бір төрт-ақ шумақ бұл. О құрдасым, көкірегіңе нұр жаусын. Мен туғанда сен неге жағаласып туғасың? Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындайда өлең айтып жадыратшы жанымды. Ал қолында. Ал құрметті 69-дардың 10-шы Б класс сынып оқушылары. 40 жылдығымыз құтты болсын, аман-есен болыңдар. Бәрің енді немере көріп жатсыңдар, шөберек көруге нәсіп етсін. Аман болыңдар. Келін, күйеу балаларға рахмет. Осындай қыздарымызға шыдап жүрген күйеу балаларға рахмет. Келіндерімізге рахмет. Балаларымызға шыдап жүрген. Негізі өзіміз жақсымыз. Просто сендерге бежот күйеу балалар. Келіндерге, құлақтарын алтын сырға. Аман болыңдар, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Өстіп жолымыз жазылмасын. 45 жыл, 50 жыл, 60 жыл деп кете берейік. Тек осындай бірлескен жұмыс ажырамасын. Тек қана жақсылықта, тойда, небере не қатыр қой, қызымызды ұзатып біттік, бірақ Ләззаттың қызы баласы үйленген жоқ, соның тойына общем барамыз бәріміз, 10-шы Б класы деп, осы коллективпен. Аман болыңдар қыздар, жігіттер. Жігіттер рахмет. Бірінші Дәуренге рахмет, бәрін ат салысып жүрген. Екінші Ләззатқа да рахмет, ару группасын ашқан 69 Б класы деп. Сол бәріңе жақсылық. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Тек осындай жақсылықта, тойда басымызды қоса берейік. Тек жақсылықта. Рахмет, жігіттер, қыздар. Шаңышқымен қасықты шатастырып өстелден, тойда ұрған шапалақ асабаға күш берген. Болары бәлкім қамалы, болары бәлкім қақпасы, өздеріңіз ұрған шапалақтың патшасы. Болары бәлкім қамалы, болары бәлкім қақпасы, 69-лар ұрған шапалақтың патшасы. Шапалақ соққан түлектің көп болса екен ақшасы. Тамаша, қожаметтеріңіз болсын, ұларыңыз ұлттық қызаңыз қуатты болсын. Бүгін кеш барсамызға жұғысты болсын. Біраздан кейін Ермұрат інім келіп өлең айтып береді. Сіздің артыңыздан келеді адамдар. Рахмет. Жегендеріңіз жылқы мен қойдың еті болсын, сүйгендеріңіз немере шөберен беті болсын. Міне Алла қаласа биыл жазда огородтарыңыз бақшалы болсын, түлектер, қалталарыңыз тек қана ақшалы болсын деп қояйын жаңа. Береке құтты болсын тамаша. Ал енді керемет тілекке жақсылап тағы да алып қойсаңыздар болады қанекей. Ал баршамыз көтерейік. Осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Тамаша! Жастықша гүл ашқан ба, ағашқа жайқалады, жүзіңде нұр шуақ, қуанышпен қарсы алайық ақтаңды. Көтерейік
гүлдердің жапырағындай жайнап тұр. Рас, вискиға мұз салып ішсеңіздер миды құртады екен. Виноға мұз салып ішсеңіздер жүректі құртады екен. Осының бәрін естіген бір жігіт айтады дейді ғой, мына мұз деген адам басына зиян екен ғой деп. Сондықтан зиян түгі де жоқ. Бүгін кеш сіздердікі ғой, мереке сіздердікі, сонда қолдан шығар. Алып қойыңыздар, мереке құтты болсын, тамаша. Енді сау болыңыздар, алып отырыңыздар. Ал енді мен енді керемет жақсы тілектен жақсы бір ән ойнайық, одан кейін көптен күткен ойынымызды бастаймыз. Бүгін енді кішкене ақшалай сыйлықтарымыз бар деп жатыр. Ойынымыз өте көп. Енді қазіргі орын алатын ән бір өз репертуарымнан жақсы бір ән жіберейін деп отырмын. Қарызға баттым деп, қан жазап тарттым деп, қайғырып қанша жол мақсатсыз бастым деп, әлі де кеш емес, ерекше кез емес, денсаулық болсыншы, қалғаны бос өрес дейді қазақта. Осындай бір керемет ән жазған болатын. Мына жалпы кемшілік бар деп аталады әннің аты. Мынау адам баласында кемшілік бар ғой? Бар, иә. Жалпы айтамыз ғой, періште көкте ғана, пенде біз жердеміз дейді. Сондықтан әрбір адамның өзінің кемшілігі болады, иә. Сондықтан кемшілік болса болсын, бірақ ең бастысы бұл денсаулық болсын. Сіздерге тілерім тек қана бірінші байлық денсаулық дейміз, екінші байлық ақжаулық, ол үшінші байлық оңсаулық дейміз ғой. Сондықтан қабылдаңыздар, өзімнің әніме жазылған, Бақыт Сейталиев ағамның сөзі жазылған кемшілік бар деген бір жақсы әнді 69-ардың құрметімен орындап берейін. Кеш құтты болсын, астана алып отырыңыздар. Одан көптен күткен жақсы бір ойынымызды бастаймыз. Дастархан басына ойнататын боламыз бірінші ойынымызды. Ал астана алып отырыңыздар, кемшілік бар деген бір әнді сіздерге орындап берейін. Өз репертуарынан қабылдаңыздар. Тамаша кеш құтты болсын. Түлектер 69-дар. Қайғырып қанша жол мақсатсыз бастым деп, әлі де кеш емес, өкінер кез емес, денсаулық болсыншы, қалғаны бос емес. Кемшілік сенде бар, кемшілік сенде бар, кемшілік болмасқа керемет менде бар. Жасымның қайдары, осынша айналам, айналып шәсіне, өмірге қайдадым, айналып шәсіне. Шайылып жаздым деп, ақылдан аздым деп, өкіндім өркендім, ендіне таптым деп, ешқашан өкінбе, үмітті өшірме, бақытты күндерің бастысы өзіңде. Ешқашан өкінбе, үмітті өшірме, бақытты күндерің бастысы өзіңде. Кемшілік сенде бар, кемшілік сенде бар, кемшілік болмасқа керемет менде бар. Жасымның қайдары, осынша айналам, айналып шәсіне, өмірге қайдадым, айналып шәсіне, өмірге қайдадым. Тамаша! Кемшілік менде бар, кемшілік сенде бар, кемшілік болмаса керемет менде бар. Жасымның қайдары, осынша айналам, айналып шәсіне, өмірге қайдадым, айналып шәсіне, өмірге қайдадым. Тамаша! Керемет, көп рахмет. Жұп болсын ба? Жұп болсын да, иә? Ал қабылаңыздар, сағынам деген бір әнді тарту дейін сіздерге. Сағынысып келіп отырған сонау алыстан келген қонақтарымызға енді. Сонау Ақтаудан келген, Астанадан келген, Бішкектен келген, қазақстан құрметте болсын. Сағынам, тағы да келметін болсын. Шақай! Алдадың ба?
осындай сағынышқа керемет толы ән ғой. Мен де бір классысыма ғашық болған, 7 жыл ғашық болған. Сөйтіп сағынып жүріп осыны жаздым ғой, сағынамын деп міне. Бүгін енді сізмен де міне бағана рахмет. Қанша жыл болды көрмедіңіздер ғой, бағана айтып отырсыздар, 20 жыл, 40 жыл көрмедіңіздер міне. Нағыз сағынышты басатын ән ғой бұл деген. Сондықтан енді міне сағынысып жүрейік. Ең басты. Келіңіздер жаңа сияқты өтейік, енді қазір антырақ болды, асықпаңыздар. Тамаша. Ал, витамин ішіп қойыңыздар. Бір зар жетеді басын, аға батарейка отырып қалмасын деп отырмын енді. Тамаша. Кешті басын қарайық отырайық, башамыз жайғасайық. Қазір ойынымызды бастаймыз. Енді бір жақсы ойыннан бастайық. Аха. Суретке түсіп алдыңыздар, келіңіздер. Енді мына жерде біз Дәурен ағамызбен, мына келіндеріңізбен ақылдаса келе ақшалай сыйлық деп отыр. Призіміз бар енді. Приз бар ғой, жоқ емес бар. Бар. Бірақ дополнительный тағы да кішкене бір ақшалай сыйлық болсын деп. Хотя бы келген жолдарыңызды ақтап кетіңіздер дегеніміз ғой. Аға, трассаға не қажабы. Теген нәрсе жоқ қой, қазыздарда теген нәрсе жоқ, қалмады түсінбейді. Жоқ, шынымен ғой енді, я. Адам келген жолын ақтап кетіңіздер дегеніміз ғой, қажабы аға. Сондықтан енді қазір бірінші ойын дастархан басында бір ойын болсын, музыкалық бір конкурс жасайық, кішігірім ғана, әдемі ойын болсын. Одан кейін ер азаматтар ағаларымыз дайындала берсін, ақырындап арқандар тіс бар, асыққа шығамыз бұйыртса, ләңгі бар дегенде, аха. Енді бұлай қазір дастархан басында отырып ойнаймыз, ешқайда шықпайсыздар, жүгірмейсіздер, тұрмайсыздар, уайымдамаңыздар. Қазір мен сіздерге ән жасырамын, ән жасырғанда бұлай, ережесін түсіндіріп өтейін. Ән ойналады. Bir ән ойналады. Ол әннің ішінде тағы бір ән жатыр. Сіздер сөзіне мән бересіздер. Түсініп тұрсыздар ғой, бір ән ойналады, бірақ соның ішінде басқа ән жатыр. Барлық қазақтың әндері, ескі әндер, есті әндер, ол той кезінде билегестер 2000 жылдары шыққан хит болған әндер бар оның ішінде. Естеріңізді бір түсіріп көрдіңіздер деген ғой. Аха. Сосын мен үстіне бір сұрақ қойып өтемін. Сонымен бірінші әнмен бастайын. Сонымен қандай ән бұл? Аха. Сөзіне мән беріңіздер. Әннің сөзіне мән беріңіздер. Бір әннің ішінде тағы бір ән жатыр. Түсінікті ғой, сөзіне мән бересіздер. Ең басты сөзіне мән берсеңіздер, әнді табасыздар. Сонымен дайын болсаңыздар, мен әнді бастайын. Бірінші ән қандай екенін тыңдап көріңіздер. Қол көтереміз, болды, мен қастарыңызға бара саламын. Жүгіріп отырып бара саламын. Сонымен бастайық. Жоғары жақтан көтерді. Қандай ән? Қане? Айтып көріңізші. Сонымен бір ауылдың түлеп ұшқан жастар еді. дұрыс емес. Айтыңызшы, қандай ән? Той үстінде қаттым. Жоқ, дұрыс емес. Сонымен Бұлбұл құс туған жерге гүл іздейді. Арманынан бір үзбейді. келесің көз алдың ма? Сонымен кім тапты? Сіз таптыңыз ба? Сонымен әннің аты айтсаңыз болды. Әннің аты қандай бізде? Әдемі-ау, дұрыс. Ескендір Хасанғалиев, дұрыс пышалауға жұрт сұрақ қояды. Бәрекелді, жоқ, шынымен де дұрыс. Әдемі-ау деген ән ғой. Міне, әдемі-ау деген ән. Дұрыс, керемет. Сыйлық бар сізге. Бірінші таптыңыз. Жалғастырайық. Тура осылай. Кеттік, келесі ән. Қандай ән? Кім табады? Жақсылап тыңдаңыздар. Сөзіне мән беріңіздер. Кеттік. Кім тапты? Нақсы қол көтерді негізі. Ән? Той болған кезінде сол өлең постоянно айтады. Хит ғой. Ека на-на-на-на-на-на. Ека. Жоқ, дұрыс емес қой ол. Дұрыс емес қой. Дұрыс емес қой. Ащы көл, тұщы көлдің жарасы бірді тұр. Үстіңе қамшақ бүр жарасып тұр деп тұр ғой.
Иә, бір әннің ішінен бір ән табу керек. Жарасып бұл кісі былай жақындап қалдыңыз негізі, қасына келіп айналып кетіп жатсыз ба? Бір тыңдап кетесіз ба? Бір қайтарып қойып жіберіңізші аға. Қасына келіп айналып кеттіңіз, бірақ айналып өтіп кеттіңіз. Ал, кет, тыңдаңыз. Сонымен әннің аты білесіздер. Талай вальс білесіздер бұл әнге. Вальсті көп біледіңіздер. Шамшы емес. Қазақ эстрадасының жұлдызы Жұбаныш Жексенұлы орындайды. Сонымен әннің аты керемет ән. Сонымен әннің аты молодец. Ой, нетсе, бір шағала ұшын етсақ қояр. Дұрыс. Бұлдарай деген ән ғой. Көрініп тұр, е? Метепті бесін оққан көріп тұр. Мықты. Дұрыс. Өте дұрыс, иә. Бұлдарай деген ән ғой. Айтын өлімді. Не бар? Айтасың. Проез ба? Дұрыс. Бұлдарай тезірек келсің. Солай болады. Міне, пресіздікі. Проез дайын. Енді асықпаңыз. Бір сұрақ қоямын. Жауап берсеңіз, сізде қалады, сыйлықты беремін. Жауап бере алмай қалсаңыз, басқа қонаққа тартып өтеміз. Сонымен дайынсыз ғой, оңай сұрақ, қиын сұрақ, логикалық сұрақ қоямын. Ол кісі жауап беретін сияқты. Сонымен алғашқы сұрақ болсын, оңай сұрақ, қиын сұрақ. Бір сұрақ бастай берейін ба? Ал, дайынсыз ғой, тыңдаңыз. Қасиетті жұма күні ұшпайтын құс. Қандай құс? Ақшасы барға. Қасиетті жұма күні ұшпайтын құс. Қандай құс? Жоқ. Ойланыңыздар. Логикалық сұрақ бұл. Логикалық сұрақ. Логика қосыңыздар. Сонымен, қасиетті жұма күні ұшпайтын құс. Жоқ. Жоқ, тағы да. Жұма күні, қасиетті жұма күні ұшпайтын құс. Қандай құс? Сонымен, жауап жоқ па, бар ма? Біліп жүріңіздер, қасиетті күні ұшпайтын құс, ол четверг күні өліп қалған құс қой, ұшпайтын құс. Осындай дұрыс па? Дұрыс емес па? Логикалық қой енді, логикалық сұрақ. Четверг күні өліп қалған құс ұшпайды ғой, қасиетті жұма күні, иә. Міне, сонда сыйлығымды ұсынып қояйын. Дұрыс қой, еңбегіңіз бар. Бір шапалақ қошемет соғайық, аға. Тамаша, кет, жалғастырайық. Тура осылай, тағы да тура осылай. Жалғастырамыз. Келесі ән, енді бұл әнді таппасаңыздар білмеймін. Кет, көрейік. Жұбатөге бақшеңде уақыттыра көрінесің көңілдің алшығында сенен гөрі мен екен бақыттыра. Сонымен? Сенен гөрі мен екен бақыттырақ деп тұр. Сонымен кім жауап берді? Саттыбек. Әннің аты? Ахмаржан. Дұрыс. Ахмаржан. Бір шабала қошемет соғып қояйық. Керемет. Тамаша, керемет аға. Дұрыс, Ахмаржан әні болатын. Сізге де бір керемет сұрағым бар. Дайынсыз ба? Аға, логикалық сұрақ қоям. Аға, барлық сұрақтың жауабы бар. Ал, тыңдаңыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, керемет әнші, керемет дауыс иесі Роза Рымбаева ең алғаш сахнаға қандай көйлек киіп шықты? Жоқ. Ойланыңыз.
ең алғаш сахнаға қандай көлік киіп шықтың? Роза Рымбаева. Ол заманда мен болған жоқпын, бірақ білемін. Білемін. Роза гүлі бар көлік. Жоқ. Сонымен таппадыңыздар ма? Білушіңіздер, Роза Рымбаева егер сұрақ қалса біреу женский көлік киіп шыққан деді. Міне, шабаласын машина сияқты қойып, дұрыс қой? Бақа, дұрыс. Кетті, жалғастырайық тағы бір 2 әніміз қалды. Ал ат салсақ, кеттік келесі ән. Осы ән табастырын. Міне. Сонымен Айдекен. Дұрыс, армандастар, құрдастар деген керемет ән болатын. Бар ма, сыйлық бар ма? Сөйге бар ма? Бәрекелді, тамаша. Ладно, бір сұрақ қоя салайын. Жауап берсеңіз айфонды беріп жүреміз. Тыңдаңыз, менің енемнің сіңілісінің күйеуінің бажасы маған кім болады? Менің енемнің сіңілісінің күйеуінің бажасы. Жоқ. Ойлаңыздар. Менің енемнің туған сіңілісінің күйеуінің бажасы маған кім болады? Қандай ата болады? Дұрыс, қай адам болады? Шамақ үшін түсіп қойдық. Дұрыс. Енді бұл сүйікті кімге тапсырамын? Қалай тапсырамын? Кімге тапсырамын? Дұрыс қой? Дұрыс. Әнді тапты. Дұрыс, тамаша. Ал, соңғы бір ән болсын, кел жалғастырайық. Соңғы әнді жасырайын. Бұл қандай ән? Кім табады екен? Көрейік. Сонымен мен де соңғы ән қалдым екен, аға. Тамаша. Тамаша. Кеттік жасырып көрейік, осы болу керек сонымен. Аха. Соңғы ән. Сонымен қол көтерді. Өмір қадап келмейді ғой қайталап, қиын екен сонда да, өмірдегі ең алғашқы махаббат. Өртем Алтаев, ақ сәулем деген ән болатын. Тамаша, шабалға жайлы сұрап қоя. Керемет, дұрыс қой? Дұрыс, иә. Әндеп айтып бердіңіз, орындап бердіңіз, орын бәрі еңбек. Ақыл бастамады. Бір сұрақ қойып жіберейін, жауап берсеңіз. Вау, 10.000 теңге. Аха. 10.000 теңге қайтайын деп. Аха. 10.000 теңге айтады. Аха. Енді бірақ ішінде бір нөл жоқ. Әзіл қой, аха. Бір сұрақ қойын. Жеңіл сұрақ, қиын сұрақ. Жауап бересіз ғой, тамаша. Мынандай сұрақ болсын. Мынандай сұрақ болсын. Үй жануарына байланысты сұрақ қойын. Ешкінің подружкасы кім? Теге жігіті. Ешкінің подружкасы. Шығыш жиені. Ешкі үй жануары. Ешкінің подружкасы. Подружка. Сіздің подружкаңыз бар ғой? Бар. Сол ешкімде подружкасы бар сонда. Жоқ. Тағы бір ешкі деген? Жоқ. Тағы бір. Олар қаласы. Сонымен жауап. Жауап. Дұрыс. Біліп отыр, аға. Тоқал ешкі. Дұрыс. Шамақ үшін өтсе оқ қоя, аға. Сіңіз беріп қоя. Тағы сіңіз шыға ма? Бір сіңіз шыға ма? Бұғана сұқ беріп шыға ма? Болады ма? Максим еңбегі бар, аға. Енді ақыр тоқал ешкі дедіңіз ғой, мынандай сұрақ болады сізге. Сол тоқал ешкіге 2 жылдан кейін не болады? Ойланыңыз, асықпаңыз. 2 жылдан кейін. Ешкі болады. Жоқ.
біліп жүріңіздер, тоқал ішкі 2 жылдан кейін 3 жыл болады екен, болды ғой, сол жауап сол аға. Bir шабалға шын өтсек қояйық, логикалық сұрақтарға. Тамаша, рахмет қымбатты достар, ойынға қатысқан барша тілектерге рахмет, алғыс білдіреміз. Тамаша. Ал кешікпей, уақытынан бұрын ең бірінші келген сыныптас. Мейлі, қыздардан жігіттерден, қыздардан не? Қыздардан? Екеуіңіз келдіңіздер. Жігіттерден, ұлдардан сіз келдіңіз, аға. Сонымен, біз енді қолымда мынандай бір керемет мен грамотам бар. Ең бірінші келген сыныптасқа деген арнайы осындай. Сонау ырыста Бишкектен келген гүлдерімізге ма? Табыстаймыз ба? Давай. Сонымен, аға, мен осы таныстап қояйық арнайы сіздерге. Бірінші келген сыныптас деп сіздер марапаттап қояйық. Мектептермен алдыңыздар ма? Грамота? Алмадыңыздар ма? Түріңізге қарасам алмаған сияқтысыз, 11 жыл. Есіңіздер, сізге естелік болсын. Арнайы, керемет. Ал, жақсы деген арайтын, жолы бөлек, жөні бөлек құттықтауларымыз. Тағы да басқа кешке бармай, бүгінгі қара жылды кездесуден қалмай келіп отырған ортамызда қымбатты біздің түлектеріміз, сыныптастарымыз дейді. Әбдіраманов Самат ағамыз бар ғой, иә? Әбдіманов ба? Әбдіманов аға, Самат ағамызда. Асқарбаева Жанар дейді. Дұрыс қой, иә? Байназарова Гүлназира. Аға. Сосын Қарабалаев Ертай дейді аға. Тамаша. Дұрыс па есімдеріңіз? Аға. Ал. Есімі аталған қонақтарымызды түлектерді ортаға шақырайық. Келіңіздер, бір керемет жақсы тілегімізді арнап берейік. Ортаға әрине билеп шығамыз. Тамаша көңіл күйме. Келдіңіздер. Үшеуіңіз биледіңіздер, ағасына билемедіңіз? Аға. Ағам тек қана вальс билетін сияқты ғой, неміз қарап тұрсын. Басқандарға билемейді сияқты ғой, неміз аға. Ал, қымбатты тілектер енді керемет тілекке бір құлақ түрейік. Мына қазада керемет сөз бар. Теңіздің теңіз болуы дейді, бұлаққа байланысты дейді. Өлеңнің өлең болуы бұл шумаққа байланысты дейді. Дұрыс жауапты білу үшін бұл сұраққа байланысты. Жақсы тілектен тыңдау үшін бұл құлаққа байланысты дейді. Сондықтан енді міне қоса қосыз көз жетім, жалпы тілегім жетім болып қалмасын деп отырмыз. Осылай керемет тілектеріміздің жақсы тілегін біз тыңдауға дайынбыз. Мархабат, қош келдіңіздер, жақсы тілегімізді арнайық. Міне қыздар, жігіттер, бүгін 40 жылдық мереке құтты болсын. Тек қана осы аспанымыз ашық болып, жақсылықта жиналып, осы әрқашанда тойда тек қана жақсылықта 50 жылдықта кездесіп тойлап жүре берейік. Бәріңе сыйлайын бақытты, бәріңе аман есен денсаулық тілеймін. Бақытты болыңдар. Келген қыздарға, жігіттерге бәріне рахмет. Бәрің өмірлеріңіз ақ болсын. Ал мына енді ассалаумағалейкум құрдастар. Осындай жақсылықта тойда кездесе берейік. Келіп бала шағаларың, қызықтарын көріңдер, барлықтарын өсіп өне беріңдер. Тек қана жақсылық болсын. 40 жылдығымыз құтты болсын енді. Жалғаса берсін 40 жылдық. Ұйымдастырып жатқан балаларға да рахмет. 40 жылдық құтты болсын. Ал енді қымбатты да құрметті
ханымдармен ханшайымдар деп қояйыншы, мырзалар деп сөйлейінші. Жас ортасынан өттік қой енді міне. Бір өмірдің көбі өтіп, азы қалды демекші. Енді бүгінгі 40 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. 40 жылда бірінші рет кластастарымызды енді көріп жатырмын. Осыны ұйымдастырып жатқан осы классымыздың ер азаматтарына, жұбайларына көп-көп алғысымызды айтамыз. Тағы да осы не деймін енді, өмірде бәріміз де өз орнымызды, өз жолымызды тауып, әрқайсымыз әр жаққа кеттік. Қарап отырсаң бәрі де жақсы, бәрі де бақытты. Солай сияқты меніңше, солай ма? Керемет, мен де өзім қуаныштымын бүгін класстастарыммен кездесіп, осылай жақсы уақыт өткізіп жатқаныма. Осындай қуанышты жақсы күндеріміз көп бола берсін, алдағы уақытта да. Отбасыларыңа тек қана жақсылық, ынтымақ, бірлік, баянды махаббат, немерелеріңнің қызықтарын көріп, шөбере сүйіңдер. Әр отбасында тек қана жақсылық томалақ болсын, той болсын, жақсылықта бас қосайық. Қартаймаңдар, жасап жүре беріңдер, гүлдей жайнап қыздар, жігіттер де, аман болыңдар. Енді бала күннен бірге оқыған жас күніндегі естеліктер ғой, былайша айтқанда. Естелік, сағынасың бір кездегі уақыттарды. Қайтып келмейтін уақыттар ғой енді. Жақсы аман болыңдар, жақсы тойда, бүгін жақсы демалып, жақсы ойнап қайтайық, ойнап күліп. Жігіттердің келіншектеріне көп-көп рахмет. Қолдап, жолдастарың осыны ұйымдастырып жатқан жігіттерге рахмет. Барлықтарыңа рахмет, келгендеріңе. Бүгінгі күн көңілді өтсін деп ойлаймын. Рахмет барлықтарыңа. Ал армысыңдар менің сыныптастарым. Ақтерек орта мектебінің 1986 жылғы түлектері 10-шы Б классы бүгінгі 2026 жылғы 40 жылдық мерейтойларын құтты болсын. Ең бірінші, Аллам арамыздан өткен Бейбіткүлге, Фархатқа, Кастекбайға жатқан жерлері жайлы болсын, ауруларынан жарылқасын. Ең бірінші, Құран оқыттыңдар ғой. Жарайсыңдар, мен сендер үшін әрдайым тілектеріңді тілеп, қуанып отырамын, себеп сендер менің төркінімсіңдер. Балаларға рахмет, бауырларым менің, аман болыңдар. Биіктен көтеріліп, көрініп тұрыңдар. Сендер биіктеген сайын, сендерді мақтаған сайын мен мәртебем өседі, өзім қуанам. Осылардың бәрін ұйымдастырып отырған, осы балалардың қасында сүйеніші де, тіреніші де, осы қасында жүрген қосақтары, сендер аман болыңдар, келіңдер. Осының бәрі қарап тұрсыңдар, бірінші Алланың арқасы, екінші сендердің арқаларың ғой. Жаман айтпай, сразу келісе кетіп, жарайды, сөйтейік, бүйтейік деп. Ол өте Алламның бірінші назарында тұратұғын әйел ер адамын сыйлаған. Сол сендер ер адамды сыйлап, қыздарды бізді төрге шығарып, төркін болып, төрге отырып, төселіп жатқаныма мен өте қуанып тұрмын да. Шексіз қуанышым, рахметім де. Енді сөзбен айтып жеткізе алмай жатырмын. Екіншіден, әйелдің жақсысын еркектен біл дейді. Күйеу балалар, сіздерге рахмет. Міне қыздарымызды гүлдей қылып, әдемі қылып, қандай гүлдеп тұрған сондай солдырмай, қуратпай, жайнатып әкелген сіздерге рахмет. Ал енді барлықтарыңызға тілейтінім, әсіресе мына бауырларыма тілейтінім, өмірде бір үлкен тау бар дейді, биік. Мәртебелерің сол биік таудай биік болсын. Соның басында әппақ қар бар дейді. Көңілдерің ақ қардай болсын. Оның төмен жағында таза мөлдір бұлақ бар дейді. Мына қастарыңдағы әйелдерің сол бұлақтай шаршағанда сусындарыңды қандыратын, шөлдегенде сусындарың шаршағанда демдеріңді алатұғын бұлақтай таза болсын. Махаббаттарың әрқашан мәңгілік болсын.
одан төмен түссең ағаш шыршасы менен жапырағымен сондай жасаған, мына қазірде жасап жатсыңдар ғой, сауаптарың сондай мол болсын, ағаштың жапырағындай. Одан төмен түссең төп түзу жол жатыр дейді. Сол төп түзу жолдай еш кедергісіз өмірлері түзу жолдай мәңгілік таза болсыншы. Ұзағынан болсын. Тілегіңізден айналайын сыңғырлаған, сіз жас кезде жігіт барма сындырмаған, бүгінгі тойда мен жаман тамада боламын ау, өзіңізге арнайы шапалақ ұрдырмағанды бір қошемет соқ қояйықшы. Иә, міне керемет тілек айттыңыздар. Міне қырғай қырық бұлғырық дейді ғой, басылған бойда жындылық дейді. Иә, той болып өтсін ендеше, айтатын ертең жырғылып дейді. Осындай бір керемет тілегіңізге мен өз артымнан сізге сыйлық берейін деп отырмын. Іші жұқа дейді, ішінде бар бұқа дейді, бұйыртса қабылдаңыз. Дұрыс қой, чайдың көркі заварка, тойдың көркі подарок дейді ғой. Асабаның артына деп қабылдаңыз. Рахмет, қолдарыңыз ұлтты болсын, қыздарыңыз құтты болсын. Бүгінгі кеш баршамыздағы да шоғысты болсын. Ең басты сіздерге тілерім денсаулық. Ең басты бұл денсаулық қой. Ағалар күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Әпкелер жүздеріңіз жарқын болсын, тақандарыңыз күміс пен алтын болсын. Мерекелі берекелі кешіміз тағы да баршамызға құтты болсын. Есірткі сөзге түсіп алыңыздар. Одан кейін барып жайғасайық, бір жақсылап алайық. Қазір антра жасаймыз, бұйыртса. Бір сағат керемет би кеші болатын болады. Рахмет, тілектеріңіз тағы да қабыл болсын. Көп рахмет, дастархан басына қонсаңыздар болады. Тамаша. Келіңіздер.